Кырым-татар саяси мабуслары VRB эсерлерні қорчалаған адвокат Алексей Ладинны 14 күнге аписханеге аттылар. Ахмеджитнің Ижғалжы Киев район махкемесі оның санкидерсін экстремистик тимсаллерні ташыған пост язғанында қабатлады. Ладин тарафындан yayınlanған фото 2018 сенесіне айт. Анда саяси мабус елінде Кырым-татарлар террорист дегил язысы еле кәғытны тута. Кәғыт üzerinde Кырым-татар ве Украина тимсаллері ресіметілген. Ижғалжылер Россия бунда Номан Челебиджихан адына батальонның тимсалini көрділер. Более того, суд отказал нам в вызове этого специалиста, чтобы он нам пояснил вообще по поводу своего образования, философа, философского образования и им представления таких вот заключений. И, во-вторых, почему она посчитала герб Украины и крымско-татарский флаг и слова «крымские татары не террористы» экстремистским материалом. Эки апталық апистен ғайра Ижғалжы махкеме Алексей Ладинге 45 000 рубле пара жазасы үкіміні чықарды. Бұл жазаны Facebook сайфесінде санкедерсін Рус ордысыны ақаретлегені үшін берділер. Анда адвокат кассет бомбаларының қолануыны арби жинайет деп адландырған еді. Все знают, что Алексей ведет громкие уголовные дела, в которых участвует Федеральная служба безопасности, обвиняет людей в статьях, касающихся экстремизма, терроризма, украинских военнопленных он защищает в данный момент и так далее. Я думаю, это преследование именно связано с этой его профессиональной действием. Алексей Ладин эсассыз қабатлавларны танымай Рус Ижғалжы көвейчілері адвокатны Ростов-на-Дону шерінден қайтқаны вақыт тұтты. Анда арби әсерлерін қорчаламақ үшін кеткен еді. Ер адамны ешбір изин весиқасы олмайып, евіне тынтуф үшін алып кеттілер. Бүтін электроник тежизатларны, яне білгісаяр ве телефонларны чекип алдылар. Украина махсус операциялар кuvvetlері Мелитопольде демир yolunu патлатты. Бойлеліктен Рус ижғалжилеріне мерми ве жебеге яқыжы теминатыны кестілер. Махсус операция кuvvetlerінде қайдеткенлеріне көре таянма арекеті арби бөлігі 150 метр ұзынлығында олған демир yolға зарар берді. Айнен бұл yolнен ижғалжилер Эркунь Қырымдан Мелитопольге яқыжы ве силях мерми ташы еді. Кері қайтқанда есе Қырымға тамир үшін зарар көрген арби тежизатларны алып кете еділер. Украина Силялы кuvvetlerінде білдіргенлеріне көре русларының зарарлары да белгіленмекте. Украина аскері ақиқатінде кеченлері Қырымға арби операция керчеклештірілгені вақыт Рус ижғалжилеріне эссер тұшты. Бұны Украина баш истихбарат елбашчысы Кырыло Буданов, соңра истихбарат темсежісі Андрей Юсов таздықлады. Сөз Рус ижғалжилерінің камераларында янсыған Украина истихбаратчысы Александр Лобус ақтакеті. Юсовның білдіргеніне көре Украина аскерінің Рус эссерлігінден чықып ватанға қайтмасы үшін ве бүтін ижғал етілген территорияларының инсанлары ile бер ижғалден құртармақ үшін Украина елінден келгенini япам. На превеликий жаль, але це реальність. Деокупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців. І ми можемо лише підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому. 4 октябрь күні Тимурадлы махсус арби бөлікке керген Стухны ве Братство махсус кувейчілері Қырымға кірді. Аскерлер, қайықлар ве гидроциклларнен деңіз вастасы ile ярымадаға келіп чықты. Тезден Рус аскерлері ile чатышма башлады. Ижғалжилер ұжымны тоқтатқаныны хабер еттілер. Украина истихбараты есе бір өлген ве бір эсір алынған ақта есабат берді. Ама қайдеткенлеріне көре Рус ижғалжилерінің ғайыплары да фазла олды. Ақярда паркоматлар Авропа Бірлігінің Русияге қаршы көрсеткен санкциялары себебінден чалышмай Флауберт тежизатларының ішлеп чықарыжысы фаалиетінің дестегіне ве тежизатларының программ теминатыны тоқтатты. Бұны ерлі ижғалжы мемуриет ағланып аңлата. Шымды Ақярда арабасыны парк еткені үшін инсанлар картнен төлеп уламайлар. Енді садеже махсус илеве яда СМС вастасы ile бұны yapmaq мүмкін. Бұндан evvel bu gibi problemle Rusiyanın Vladivostok şehri de karşılaşkan еді.